Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерден баклажаннан салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай жуып тазаланған, туралған баклажанды алып, үстіне тұзымызды сеуіп 15-20 минутқа қалдырамыз қыздар. Одан кейін мен барлығын дайындап алдым қыздар. Қызып тұрған каструлямыздың үстіне сұйық майымызды құйып, ет тартқыштың көмегімен тартылған помидорымды сковородкаға салатын боламын. Ой, каструляма. Осылай қайнап жатқан кезде жартысын жаңа бұл тартылған баклажан қыздар, осында қайнатуға жіберемін. Одан кейін тартылған перец, яғни бұрыш, болгар бұрыш дейді ғой, соны да қайнатуға жібереміз қыздар. Бағанағы тұздалған баклажанның ішіндегі суын төгіп, осыны да қосамыз қыздар. Осылай қосып, үстіне тартылған чеснок бұрышымды саламын қыздар. Барлығын қайнатуға жібереміз қыздар. Одан кейін үстіне қантымызды, тұзымызды саламыз қыздар. Сосын 9%-лық үлкен ас қасық бар ғой қыздар, сомен уксусымызды құйып, бір қайнатуға жібереміз. Одан кейін стерилді банкімізге салып, міне осылай салып аламыз. Түрі осындай болып шығады, өте дәмді болып шығады қыздар. Осындай бұрандама банкаларымызға бұрап жылы жерге қоямыз қыздар. Ас болсын. Сіздермен болған Ильясова Еңлік. Өте дәмді салат болып шығады қыздар. Ас болсын. Лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.